Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз өкпені қабынудағы үй жағдайындағы емдік шараларын айтып өтетін боламыз. Сіздер каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп, өз ойларыңызды білдіріп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Яғни өкпе қабынғанда алтақ шикі жұмыртқаны жуып, қабығымен бірге қоңыр шыны ыдысқа салу керек. Оның үстіне орташа 10 лимон шырынын құяды. Содан соң ыдыстың аузын дәкемен жуып, салқын құрғақ көлеңке жерге қою керек. 5-6 күнде жұмыртқаның қабығы түгелдей еріп, лимонның шырынына сіңіп кетеді. Оған жарты құты коньяк пен 300 грамм жайлау балын сұйық түрін араластырады. Осыдан шыққан сұйықтықты басқа бір қоңыр банкеге құйып, аузын жауып, тағы да салқын жерге қояды. Ертеңінен бастап тамақтан жарты сағаттан кейін аз қасықпен күніне 3 рет ішу керек. Дәрі бұзылмас үшін салқын жерде сақтаған дұрыс. Ал 2-3 аптаның ішінде көбіктеніп, дәмі бұзыла бастаса, оны ішуге болмайды. Екінші тәсіл: 250 грамм ашылған арпа дәнін 1 литр суға жартысы қалғанша қайнатып, тоңдырып сүзіп алады. Қалған суға 400 мл ешкі сүтін қосып, тағы бір қайнатып, астан 1 сағат бұрын 3-тен 1 ішеді, 3-тен 1 бөлігін ішеді. Бір қайнатқаны 1 күнге бітеді. Емдеу мерзімі 20 күн. 1 апта үзіліс жасап, қайта емделуге болады. Біздің келесі емдеу әдісіміз: 2 ас қасық сұлы дәнін осындай мөлшерде қоңыр мейіз қосып, 1,5 литр суға жартысын қалғанша ақырын қайнатады. 2 сағат тұндырып, суын таза ыдысқа құйып алып, сұлы мен мейізді сығып алуға болады. Осы тұнбаға 1 ас қасық бал араластырып, ол өкпе мен қолқаның қабыну сырқатына да шипа. Үшінші емдеу қасиеті: 2 грамм мумияны 10-ға бөліп, әр бөлігін 1 ас қасыққа қайнатылған сумен ішеді. Немесе 1 құты піскен сүтке 1 шай қасық бал және әлгі мумияның 1 бөлігін қосып, жатарда ішіп жатады. Бір емдеу мерзімі 10 күн. 5 күн үзіліс жасап, тағы қайталайды. Осы әдіспен 3-4 рет емделуге болады. Қазақ емшілері әдетте көп ауруларын бірнеше түрге бөліп дауалаған. Бастыларын құрт өкпе, жел өкпе, қара өкпе, тесік өкпе сынды түрлерге бөлетін болған. Құрт өкпе немесе өкпе туберкулезін сынаппен ұстау арқылы емдеген. Күніне 1 реттен 3 күн ұстап жазған. Асқынған өкпе туберкулезін емдеуде кейде 7 күнді шарт еткен. Сынапты алақанға салып, уқалатып емдеп сауықтырған. Өкпе қабыну, жел өкпелерді емдеуде сиыр сүтіне қойдың құйрық майына сырды өлтіріп жалатқан. Немесе сасырдың тамырын, шайырын семіз еркек қойдың сорпасына бұқтырып ішкізіп сауықтырған. Бұдан сырт олардың тауықтың өтін ем дәрі ретінде қолданып созылмалы көксау балғандарға балалардың көк жөтеліне ішкізіп емдеген. Қызыл мия тамырын қайнатып, өкпені жібітіп, қақырық түсіруге қой, сиыр өтімен әдетте көк жөтел болған адамдарды емдеп сауықтырған. Усойқы қабығымен жалбызды қосып қайнатып, кеңірдектің қабынуын, тұмауды емдеген. Күшаланы сүтке ашытып, 3 айлық уақыт шарт қиып, өкпе шүйкөтісін, таныс жолының салмақты созылмалы қабынуын емдеген. Құрметті оқырмандар, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісеміз.